Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ең оңай сәбіз салатын жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны қарамас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер. Каналдың дамуына үлес қоссаңыздар, қатты қуанышты болар едім. Ал енді бастайық. Бізге керегі 2 сәбіз және капуста, 1 пияз, чеснок, қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз керек болады. Осылай сәбізімізді ірі үккіштен өткізіп аламыз. Ірі көзінен өткізіңіздер. Капустамызды жіңішке қып турап аламыз. Осылай тұз сеуіп, екеуін бірінші соғын шығарып аламыз, әбден мұжғылап. Мына жерде көлем үлкен болып тұр. Міне, бұларды біз мұжып осылай соғын шығарған кезде кішкентай болып қалады. Енді пиязымызды қызып тұрған майымызға қуырып аламыз, қызартып. 1 чесногымызды үккіштен өткізіп аламыз. Осылай чесногымызды қосамыз. Және ас көгімізді, менде қатырылған түрі ас көктің. Сосын қызыл бұрыш, қара бұрыш және приправа қоссаңыздар болады. Менде приправа таусылып қапты, сәбіздің өзінің приправасын. Сондықтан мен қара бұрыш, қызыл бұрыш және жаңағы қуырып алған пиязымызды маймен бірге қосып құямыз. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің сәбіз салатымыз дайын. Негізі маған қолмен араластырған ыңғайлы. Кейбіреулердің жазуыңыз мүмкін, не перчатка кимеген деген сияқты. Бұл үйге жасалып жатырмыз, өзіміз жеуге. Сондықтан маған қолмен ыңғайлы. Өте дәмді. Барлық тамақ түрімен кете беретін салат. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.